Хиггс бозоны бұл бүкіл әлемнің салмақ беру тетігін ашқан таңғажайып бөлшек. Ғалымдар оны кейде құдай бөлшегі деп те атайды. Себебі ол болмаса біз білетін материя, жұлдыздар, ғаламшарлар, тіпті адамдар да болмас еді. Физикада бәрі энергия мен өрістерге негізделген. Сол өрістердің бірі Хиггс өрісі деп аталады. Ол бүкіл ғаламды бір тұтас көрінбейтін тұман сияқты толтырып тұр. Ал барлық элементар бөлшектер осы өріс арқылы қозғалғанда өз массасын алады. Егер бұл өріс болмаса, электрон, протон сияқты бөлшектер жарық жылдамдығымен ұшып ештеңе түзе алмас еді. 1964 жылы британ ғалымы Питер Хиггс осы өрістің бар екенін теория жүзінде дәлелдеді. Бірақ оны нақты көру үшін ғалымдарға 50 жыл уақыт қажет болды. 2012 жылы Женевадағы CERN зертханасында орналасқан алып үлкен адронды коллайдер арқылы ғалымдар Хиггс бозонын алғаш рет байқады. Бұл адамзат тарихындағы ең үлкен ғылыми жетістіктердің бірі. Сол үшін Питер Хиггс пен Франсуа Энглер Нобель сыйлығын алды. Хиггс бозоны Хиггс өрісінің кванттық дәлелі, яғни өрістің көрінетін дәлелі. Оның массасы шамамен 125 гигаэлектронвольт, протоннан шамамен 130 есе ауыр. Бірақ ол өте тұрақсыз, миллиардтаған үлестің 1 секундында ыдырап кетеді. Қазір ғалымдар Хиггс бозоны арқылы ғаламның алғашқы сәттерін, қара материя мен антиматерияның айырмашылығын түсінуге тырысуда. Кей зерттеушілер бұл бөлшек кванттық гравитация немесе көп әлем теориясына жол ашуы мүмкін деп болжайды. Қысқаша айтқанда, Хиггс бозоны біздің бар болуымыздың негізі. Ол массаның қайдан пайда болатынын түсіндіріп, ғаламның терең құрылымын ашуға жол ашқан бөлшек. Қызықты факт: Хиггс бозонын табу үшін қолданылған үлкен адронды коллайдер 27 шақырымдық шеңбер түріндегі ең ірі ғылыми құрылғы. Оның жұмысында әр бөлшек жарық жылдамдығына жақын қозғалып, ғаламның алғашқы сәтін қайта жасайды. Сондықтан Хиггс бозоны тек физиктерге ғана емес, бүкіл адамзатқа біз неге бармыз деген мәңгі сұрақтың жауабының кілті.